Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы айдағы жасырын бақ. Сабағымыздың негізгі мақсаты автор өмірі мен ай туралы мәліметті білу, шығарманың сюжеттік желісін білу және идеясын білу. Демек, бүгінгі сабақта сендердің үйренетіндерің төмендегідей: оқиғалар желісін білесіңдер және негізгі идеясын табасыңдар. Біз сабақты бастамай тұрып, ең әуелі ай туралы қысқаша мәліметке тоқталайық. Ай түнгі аспандағы ең жарық нысан. Юпитер мен Сатурнның әрқайсысында 60-тан аса серік бар. Нептунның 13 серігі бар. Тіпті Марстың да 2 серігі бар. Бірақ біздің планетамыз Жердің бір ғана айы бар, және ол біздің ғарыштағы ең жақын көршіміз. Ай басқа планеталармен салыстырғанда жақын болғанымен, ол бәрібір өте алыс. Ол Жерден 384 мың километр қашықтықта. Бұл қашықтықты басып өту Жерді 9,5 рет айналып өткенмен бірдей. Ай Жерден әлде қайда кіші. Егер Жердің іші қуыс болса, оған 50 ай сыйып кетер еді. Жерден көп кіші болғандықтан, айдағы гравитация әлде қайда әлсіз. Демек, сен айда Жердегіден әлде қайда жеңіл болып, өз салмағының 6-дан 1-ін ғана тартар едің. Немесе, керек айға жетсе, Жердегі жолбарыстай салмаққа ие болар еді. Ай түнде жарқырап тұрғанымен, оның өз жарығы жоқ. Оның есесіне ай күн жарығын шағылдырады. Яғни, біздің Жерден көретініміз тастап, шаңды ай бетінен шағылған жарық. Ал енді мәліметті тыңдап болсақ, автордың өмірімен таныс болайық. Бүгінгі авторымыз Жүніс Сахиев. Жүніс Сахиев 1950 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Еліміздегі алғаш фантастикалық роман жазған жазушы. Бала күнінен жұлдыздарға ұшып баруды армандаған. Оның көптеген фантастикалық романдары жарық көрген. 2011 жылы халықаралық Байқоңыр сыйлығының лауреаты атанды. Әлі де ғылыми фантастика жайында жазуды жалғастырып жатыр. Міне, Жүніс Сахиев туралы қысқаша ақпаратқа ие болдық. Енді біздер Жүніс Сахиевтің айдағы жасырын бақ шығармасымен таныс боламыз. Шығарманы бастамай тұрып, ондағы тірек сөздермен танысып шығайық. Қиял, адамның қиялы, жазғы демалыс, ғарыш кемесі, ай, саяхат, көлеңке, жасырын бақ және табиғат. Бұл сөздердің барлығы бізге таныс және оңай сөздер. Осы тірек сөздер арқылы біз шығарманы шамамен болжауымызға болады. Ал енді шығарманы таныстырмай тұрып, мына оқиғалар желісін дәптерімізге жазып алайық. Жаңа оқу жылындағы алғашқы сабақ. Мергеннің айға барған сапарын әңгімелеуі, айдағы тіршіліктің суреттеуі, Сартайдың қорқынышы және жасырын бақ, елге оралу және әкенің ақылы. Біз осы фабуланы дәптерімізге жазып аламыз, және осы фабула арқылы біз шамамен шығарманы болжап көреміз. Ал енді шығарманың өзімен таныс болыңыздар. Жаңа оқу жылының алғашқы қоңырауы. Айнадай таза, кең жарық класс бөлмесі біздің көңілімізді сергітіп тастады. Көптен бері бір-бірімізді көрмеген біздер сағынып қалыппыз. Бір кезде есік ашылып, Гүлайым апай кірді. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сәлеметсіз бе, Гүлайым апай? Деп апайымызбен амандастық, деп әңгіме басталады. Мұғалім оқушылардан жазғы каникулды қалай өткізгендігі туралы сұрайды. Сол сәтте Жантемір есімді бала орнынан атып тұрып: апай, Мерген планетолог әкесімен бірге айға барып келді. Онымен қосылып, Сартайда барып келіпті. Сол айда не көргендерін өздері айтып берсін, деп қойып қалады.
Мұғалім балалардан айда не көргендігін сұрайды. Сонда Сартай, біз айда жасырынбақ ойнадық дейді. Сонда сыныптағы оқушылар ду күледі. Ары қарай Мерген айда не көргендігін кеңірек айтып береді. Олар әкесімен бірге ғарыш кемесіне мініп айға сапар шегеді. Ондағы қараңғылық пен қою көлеңкені суреттейді. Ойық шұңқырлармен жасырынбақ ойнағандығын айтады. Жалпы айдағы көріністерді көз алдына елестетіп, бала айтып береді. Олар қою көлеңкеде жасырынбақ ойнаған сәтте бір-бірін көрмей қалатындығы туралы, оның мәнісін әкесі қалай түсіндіргендігін айтады. Қою қара көлеңкеде бір-бірінің көрмей қалу себебі ондағы атмосфераның жоқтығы. Сонымен қатар әкесі айда бұрын қайнап жатқан тіршілік болған және сол кездегі саналы тіршілік иелері атмосфераны ластап, күн радиациясының ультракүлгін сәулесі тіршілікті жойып жібергендігін айтады. Міне сондықтан қоршаған ортаны қорғау сендердің қолдарында деп әкесінің сөзімен әңгіме аяқталады. Ендеше шығармамен таныс болсақ, мәтінді оқып шығып, сұрақтарға жауап бер. Шығарманы тыңдағаннан кейін де кітаптағы мәтінді өзімізде бір рет оқып шығайық, одан кейін сұрақтарға жауап беруге кірісейік. Мерген мен Сартай айға не үшін барды? Сыныптастары олардың жауабына не үшін күлді? Мерген неліктен шұңқырға түсті? Сартай Мергенді не себепті таппай қалды? Жауабымызды дұрыс жауаппен сәйкестендіріп көрейік. Мерген мен Сартай айға не үшін барды? Әрине ол жерде айтылған, е? Мерген мен әкесі Сартай үшеуі бірге айды зерттеу үшін барды. Сыныптастар олардың жауабына әрине күліп жіберді. Олар айда не істедіңдер деген кезде айда жасырынбақ ойнадық деген сөзіне күліп жіберген еді. Мерген неліктен шұңқырға түсті? Әрине олар бір-бірімен жасырынбақ ойнау үшін шұңқырға түскен еді. Сартай Мергенді не себепті таппай қалды? Әрине оның көлеңкесінің жоқ болып кеткенінен Сартай қатты қорықты алғашқыда. Одан кейін Мергенді жоқ болып кетті ме деп ойлады. Өйткені қараңғы тұңғиықта олар адасып қалдым ба деген қорқыныш болды. Сондықтан да олар жасырынбақ кезінде бір-бірін таппай қалған еді. Міне жауабымыз осылай, қысқаша. Ал енді шығарманың сюжеттік желісіне келейік. Жалпы шығарманың оқиғаның басталуы, ол жерде оқу жылының басталуы, мұғалімнің сауалы және кейіпкердің әңгімесімен басталады. Ал оқиғаның дамуы айға орналасу, айдағы құбылыстар және тіршіліксіз өмір. Оқиғаның шиеленісі әрине айдағы жасырынбақ ойнау жайында. Оқиғаның шарықтау шегі әкенің әңгімесі. Ал оқиғаның шешімі қоршаған ортаны қорғау болды. Қысқаша осылай. Ал шығармадағы негізгі идея қандай? Ойланып көріңіздерші. Ойымызды жазған болсақ, ойымызды тапқан болсақ, онда анықтайық. Әрине, табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарында деу арқылы әкесінің сөзімен не айтқысы келіп тұр? Жазушы бізге табиғатты таза ұстауымызды айтқысы келіп тұр, е? Міне, жалпы балалар, осымен біз сабақтан не түйдік? Біз айдағы жасырынбақ әңгімесімен таныстық. Енді сіздерге үй тапсырмасын берейік. Үйге тапсырма. Кітаптағы осы айдағы жасырынбақ әңгімесін оқып, мазмұнын айту. Мазмұнын видеоға түсіріп, менің жеке WhatsApp немесе Telegram нөміріме жіберіңіздер. Рахмет, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.